Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін тойымды жасалуы оңай жолмен дайын болатын, батоннан болмаса кез келген наннан жасауға болатын пицца дайындаймыз. Және бұл рецепті таңғы асқа дайындасаңыздар өте жақсы болады. Мен бұл жерде батон нанын қолдандым. Егер үйіңізде 3-4 күн тұрып кебіңкіреп қалған нан болған жағдайда қолдансаңыз, ол да өте жақсы шығады. Шұжық пен қызанақты осылай барынша майда етіп тураймыз. Сырды үткіштен өткіземіз. Және сіз қаласаңыз зелень мен укропты да турап қоямыз. Нанды ортасынан кесіп бөлеміз. Мен 2 адамға дайындап жатқаннан кейін бір бөлігін ғана қолдандым. Сіз де отбасыдағы адам санына қарай қолданасыз. Нанның кескен жақ бетіне кетчуп пен майонезді салып жұқалап жағамыз. Қызанақ пен шұжықты да саламыз. Бетіне сыр мен зеленді араластырып салдым. Енді қызып тұрған 160-170 градустағы пешке 10-12 минут аралықта салып аламыз. Пешті жоғары градусқа қоймаймыз. Сыр бірден күйіп кетуі мүмкін. Дайын болғанда сыры еріп, нан қытырлақ болып шығады. Өзіңіз байқап тұрғандай қытырлақ болып шығады. Рецепт өте жақсы, дәмі ерекше. Жасап көріңіз, ешқандай да өкінбейсіз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта оңай рецепттер шығатын болады.